Денсаулық бәрінен маңызды. Сондықтан да өз-өзімізге мән беріп, салауатты өмір салтын сақтап, мүмкіндік болса жылына 1-2 рет шипажайларда демалған дұрыс дейді мамандар. Бұл бір жағынан көңіл күйдің жақсара түсуіне десеп. Ал енді Саялы Сарыағаштағы қызметі сапалы, емі қонымда емдеу сауықтыру орталықтарының бірін айтсақ, Дархан шипажайы. Көпшіліктің аузынан Дархан шипажайы туралы жиі естиміз. Заманауи үлгіде салынған, іші ерекше дизайнмен жабдықталған, күре жолдың бойында орналасқан, қызметі сапалы, емі қонымды емдеу сауықтыру орталығы деп айтып жатады. Дархан шипажайына барып көргенімізде бірінші кезекте карантиндік талаптардың қатаң сақталып, жүйелі жұмыстың жүргізіліп жатқандығына куә болдық. Ал енді денсаулықты нығайту мәселесіне келсек, емдеу сауықтыру бөлімі шипажайдың астыңғы қабатында орналасқан. Мұнда білікті дәрігерлер, ақ халатты абзал жандар еңбек етуде. Дархан шипажайында жалпы 50-ге жуық емнің түрі бар екен. Дархан шипажайында бізде 50-ге жуық ем қолданылады. Соның ішінде ішек жуу, асқазан жуу, өт жуу, сондай-ақ парафиндік ем, түрлі емдік ванналар, тұзды шахта, сондай-ақ фитобочка, яғни кедір бөшкісі деп айтамыз, әртүрлі емдер қолданылады. Соны естіп, келіп жатқан халық та көп бізге. Жалпы Қазақстанның бүкіл аудандарынан келеді, демалушылардан риза. Жалпы бізде емдермен қоса білікті мамандарды жұмыс жасайды, яғни уролог, гинеколог, сондай-ақ узист дәрігерлер, невропатолог, сондай-ақ иглотерапевтер шақырумен келіп жұмыс жасайды. Жалпы бізде емдік кабинеттерде тұрған аппараттар, яғни физкабинетте тұрған аппараттардың барлығы, құрылғылардың барлығы заманауи, жаңа технологияға сәйкес, сондай-ақ ішек жуу, өт жуу шараларында қолданылатын заттардың барлығы бір реттік қолданылатын, яғни одноразовый заттар болып табылады. Емдеу сауықтыру бөліміндегі аппараттар заманауи, барлығы да демалушылардың игілігі үшін, сондай-ақ осында бу бөшкесі мен тұзды шахта да бар. Мысал айтсақ, Зағира Қалмұратова Алматы қаласынан келіпті. Дархан шипажайы маған өте ұнады дейді. Алматы облысына келдім, Ұзынағаш ауданынан. Осы жерге келіп демалғаныма міне 1 болды. Құдай бұйырса қайтамын. Күшті қарсы алды бұл кісілер. Өте ырзамын. Көп жасасын, береке тапсын. Мына осы ем қабылдап қайтып атқаныма Құдай бұйыртса келесі жылы және келем деген ойдамын. Шипажай жалпы 70 орындық, мұнда люкс және жайлы бөлмелер бар. Тараз қаласынан келген Шайымгүл Абилова да Дархан шипажайының жақсы екендігін айтуда. Бұл келген Дархан шипажайымыз өзімізге ұнады. Ауасы таза, жан-жағының бәрі кең, комнаттары да кең, лешенелер де жақсы. Барлығы лешенесі бар, тамақ одан да күшті. Ендігі ойымыз келесі жыл тағы келсек бе деген ойдамыз. Тағамдары өте жақсы, ем-домдары өте жақсы. Сол ең негізгісі осы судың қасиеті үшін келдік. Бәріне ризамын. Мына Дархан деген санаторияға келіңіздер, жаңадан салынған екен. Осылайша Сарыағашқа келіп, шипалы суынан дәм татып, ем алып, қаншама жандар денсаулықтарын нығайтып қайтуда. Қуаныш Амангелді, Дінислам Тәліпбай, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.